Барлығына сәлем. Бүгінгі видеода косметичканың М размер, самый стандартный ходовой размерін тігетін боламыз. М размерінің выкройкасы осындай, өлшемдері скриншот жасап алсаңыздар болады. Бізге әдеттегідей екі түрлі матамыз, замогымыз, одан кейін 2 сантифонымыз қажет. Бұның бәрі выкройкадан 2 сантиметрдей артығырақ кесіліп алғаны дұрыс. Бұл жолы мен паутинка қолданбай, тек синтифонға осылай матаны тігіп шығатын боламын. Паутинканы қолдану себебіміз ол тіккенге ыңғайлы, одан кейін матаға кішкене бір қаттылық формасын беріп тұрады. Ал бұл косметичкада ешқандай паутинкасыз тігетін боламыз. Бір ұшынан екінші ұшына дейін осылай тігіс жүргізіп шықтым. Сол тігісті осылай машинканың байқасаңыздар мынау біткен жерінен өзім көзбен көріп аламын да, соның бойымен сондай расстоянияда тігіп шығатын боламын. Әрине бұл өз қалауларыңыз, бормен алдын ала дайындап, менің басқа мастер-классымда көрсетілген, қалай өлшеп, центрін тауып, қалай ромбиктерді түзу тігіп шығудың әдісі. Сондай әдіспен жасасаңыздар да болады. Екі матаны да дайындап алғаннан кейін осылай выкройкамызды үстіне қойып, кесіп шығатын боламыз. Бұл жерде ешқандай припуск қалдырмай кесем, өйткені біздің тігіске арналған припускымыз уже выкройкада сызылған. Сондықтан припусксыз осылай кесіп шығатын боламын. Екінші матамызға осылай матамызды төңкеріп қойып, кесіп қайталап шықсаңыздар болады, немесе выкройкамен де кесіп шығуға болады. Одан кейін сыртқы матамызға замогымызды тігіп шығатын боламыз. Тігу барысында бір қалыпты тігеміз, матаны созып жібермейміз. Кейіннен екі замогымызды жауып, біздің косметичкамыздың түзулігін тексеріп аламыз. Бізде бәрі түзу. Енді оң қаратып, осы үстіне оң жағынан беттестіріп, осылай подкладочный матамызды да тігетін боламыз. Бірінші тіккен бетіне отверстие қалдырамыз. Бір 10-15 сантиметрдей, ол бізді косметичкамызды аудару үшін. Екінші бетін ешқандай отверстие қалдырмай тігіп шығатын боламыз. Одан кейін замогымызды жауып, осылай замок жабылған бетін полный бір-біріне қаратып, әдемелеп тігіп шығатын боламыз. Қолдарыңызбен бәрін бақылап отырасыздар, өйткені бір жерде мата қайтарылып немесе бір складка болып қалмау керек. Одан кейін келесі бетінде осылай бастырып тігіп шығатын боламыз. Ендігі кезек бізде осы косметичкамыздың бұрыштарын тігу. Тоже солай қолдарыңызбен бұрыш-бұрышын дәлме-дәл дұрыстап алып, асты үстін осылай қолмен керіп тұрып, жақсылап 4 бұрышында тігіп шығатын боламыз. Сонымен біздің косметичкамыз дайын болады. Жаңағы отверстиядан аударып, осылай косметичкамызды дұрыстап тексереміз. Тігістерінің дұрыс болғанда, осы отверстиямызды мен қолмен, қол тігіспен мүлдем көрінбейтіндей етіп жауып шығамын. Бұл жерде машинный тігіспен де 0,5 пен тігіп шығуға болады. Бүкіл замоктың айналасын, бірақ маған осы әдіс ыңғайлы, аккуратно көрінеді. Біздің косметичкамыз дайын болды. Сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Міндетті түрде қайталап тігіп көріңіздер. Осы лекаламен тіксеңіздер, дәл осындай әдемі косметичка шығады.